Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Дене тәрбиесі теориясы мен оқыту әдістемесі пәнінен кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі қимылдар деп аталады. Негізгі қимыл қозғалыстардың маңызын, қимыл қозғалыстардың қалыптастыру әдістемесін бүгін айтатын боламыз. Және бүгінгі қарастыратын мәселеміз негізгі қимыл қозғалыстардың маңызы және екінші негізгі қимыл қозғалыс түрлері туралы айтады екенбіз. Сабақты бастамас бұрын мен сіздерге мына жерде миды шынықтыратын қарапайым тәсілдерге сілтеме көрсеттім. Сол сілтемеге өтіп, қарапайым миды шынықтыратын жаттығуларды, тәсілдерді көріп өздеріңізге қолдансаңыздар болады. Әрі қарай үй тапсырмасына кезек беретін болсақ, өткен сабақта біз сіздерменен сапқа тұру және қайта сапқа тұру деген тақырып өткен болатынбыз. Сапқа тұру жаттығулары деген не? Сапқа тұру жаттығулары сапқа тұрғызу, шеңберде, тізбек сапта, қатарлы сапқа, немесе тағы басқа қайта сапқа тұрғызу, жан жаққа бұрылу, оңға, солға, кері қарай, немесе айналу, саптың созылып сиректелу және тұтастай сап болып тұруы, кеңістіктегі барлық қозғалыстардың әртүрлі сапқа тұрғызудағы және бытыраңқы сапқа тұрудың түрлерін сабақтарда, ертеңгілік гимнастикада және көп қозғалысты ойындарда, қол ұстасып билейтін, ән айтатын ойындарда және мерекелерде пайдаланады екенбіз. Сапта орындалатын жаттығулар балалардың дене бітімінің дұрыс қалыптасуына ықпал жасайды. Олар әртүрлі заттармен орындалуы, әнмен, музыкамен, ұрып ойнайтын аспаптармен, бұл жерде домбыраменен барабанды қолдануға болады. Сүйемелденуі мүмкін. Негізгі қимыл қозғалыстар денені жалпы дамытатын және сапта жүріп жасайтын жаттығулар дене шынықтыру және музыка сабақтарында, сондай-ақ ертеңгілік, таңертеңгілік гимнастикада жүзеге асырылып отырады екен. Бүгінгі тақырыбымызға келетін болсақ, негізгі қимыл қозғалыстар. Негізгі қимыл қозғалыстардың маңызына тоқталамыз біріншіден. Негізгі қимыл қозғалыстардың маңызы денені жалпы дамытатын, сапта жүріп жасайтын жаттығулар. Дене шынықтыру және музыкалық оқу қызметтерінде, сондай-ақ таңертеңгілік гимнастикада жүзеге асырылады екен. Негізгі қозғалыстар бұл адам үшін өмірлік қажетті қозғалыстар болып табылады және адам бұл қозғалыстарды, яғни жүруді, жүгіруді, секіруді, өрмелеуді өзінің сан алуан қызметтерінде қолданады екен. Бұл қозғалыстардың тұрақты, тепе-теңдік сезімі бұл қозғалыстардың қажетті компоненттері тепе-теңдік сезімі болып табылады. Негізгі қозғалыстар динамикалық сипатқа ие болып келеді. Мақсатты басшылық жасау жағдайында негізгі қозғалыстарды дамыту психикалық процестерді, яғни таным процесін, зейінділікті, қабылдауды, ой болжауды, көз алдына елестетуді, ойлауды, жігерлілік процесін, назар аударудың жинақылығын және бала танып білген әрекеттердің мақсаттылығын, өзара ұжымда үйлестіре алуын, жалпыға бірдей міндетті бірлесіп орындауын, эмоциялық процестерін, көңіл күйді өсіруді, сезімталдыққа және тағы да басқа көзқарасқа баулуды қалыптастырумен байланысты болып келеді екен. Негізгі қозғалыстар эстетикалық сезімдерді тәрбиелеуде маңызды. Олар тұлғаның әдеміде дұрыс қалыптасуына, қозғалыстың дәл, әсем әрі үйлесімді болуына, ұжымда әрекет ете білуге және кеңістікті толық пайдалануға көмектеседі екен. Көріп тұрсыздар. Екінші мәселеге келетін болсақ, негізгі қимыл қозғалыстардың түрлері де айтамыз дедік жаңа. Бұл негізгі қимыл қозғалыстардың ациклді және циклді болып екіге бөлінеді. Циклді қозғалыс үнемі біркелкі циклдарда, яғни айналымдарды орындау болып табылады. Мұндайда бүкіл дене мен оның жекелеген мүшелері үздіксіз бастапқы жағдайына қайтып келіп отырады екен. Мысалы, жүру, жүгіру, ал циклды таңертеңгі типтегі қимыл қозғалыс тез меңгеріледі және олар автоматтандырылады екен. Мұның өзі бұл жүйеде осы циклдің қозғағыш элементтерінің дәйектілігін қалыптастыратын циклдарды қалыпты қайталаумен түсіндіріліп отырады екен. Ал ациклды типтегі қимыл қозғалыста қайталанатын циклдер болмайды. Оларға лақтыру, секіру жатады екен.
Мұндай әрбір қимыл қозғалыс қозғағыш фазалардың белгілі бір дәйектілігін сақтайды. Циклді қозғалыс типіне қарағанда ациклді қимыл қозғалыс типі ұзақ уақыт бойы біртіндеп меңгеруді талап етеді екен. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, жаңа мен айтқандай, негізгі қимыл қозғалыстардың типтері мына жерде циклді және ациклді болып бөлінеді. Циклді қимыл қозғалыстар үнемі айналымдарды орындау болып табылады. Және жүру жатады екен ол циклді қозғалысқа. Ациклді қозғалыстарға циклдар қайталанбайды, қозғалғыш фазалар дәйектілікті сақтайды дедік, және оларға секіру, лақтыру түрлері жатады екен. Және ұзақ уақытта бұл ациклді қозғалыстар ұзақ уақыт жағдайында меңгеріледі екен. Жүрудің дұрыс дағдысын қалыптастыратын жаттығудың міндеті баланың тұлғасының біркелкі өсуіне, аяқ басуын қалыптастыруға, қолдары мен аяқтарын үйлесімді қорғауға тәрбиелеу болып табылады екен. 1 жасқа қараған толғаннан кейін бала жүруді игере бастайды. Қимыл қозғалыстың әркелкі қарқыны байқалады, және одан бала бірде жүгірген сияқты тез жүреді, ал бірде аяқ алысын баяулатады. 2 жасқа қараған кезінде әр бала өзіне ыңғайлы қарқынмен жүре бастайды. Қол мен аяқтардың үйлесімі қозғалыстарды 2,5-3 жасқа келген кезде балалардың шамамен 25%, ал 4 жасқа келген уақытында олардың тең жартысынан астамынан байқалады екен осындай жүрістің түрлері. Олар қимыл қозғалысқа келтіретін тапсырмаларды жақсы қабылдайды және өз бетінше орындауға тырысады екен. Ал 5 жасқа 5,5-ға қараған балаларға да дағдылы жүріс, кеудені тік қалпында, иықты керілген, іш тартылған және басы сәл ғана көтеріңкі, жолды бақылап көру, аяқтың астындағы 2-3 метр озыңқы болу керек, сол аяқтың арамыздағы 2-3 метр озыңқы жерді көріп отыру үшін басты сәл ғана көтеріп жүреді екен. Және тыныс алу мұрын арқылы ырғақты қалыпта болуы тиіс екен. Ал өрмелеу циклді қозғалыс типіне жатады. Мектепке дейінгі жаста өрмелеудің түрлері көлденең және тегіс жазықпен еңбектеп өрмелеу, асылып түсу, еңбектеп өту, еңбектеп жүру, еденде, гимнастикалық отырғыштарда тік биікке өрмелеу болып түрлерге бөлінеді екен. Өрмелеу сан рет қайталау процесінде игерілетін күрделі шарттық рефлексия. Баланың 8-9 айлығында игеретін еңбектеу кезінде, нақ өрмелеу кезіндегі сияқты арқаның, аяқтың бұлшықеттері нығаяды екен. Кистяковская мен Уварованың мәліметі бойынша өрмелеу 2 жасқа қарағанда қалыптасады екен. Ал Удаланың мәліметі бойынша аяқтардың кезектесіп адым аттауы іштей әсер етумен үйретусіз пайда болады дейді. Осылай адым аттайтын балалардың ең көп саны 6-6,5 жасқа келген кезде байқалады екен. Алайда 7,5 жасқа келген балалардың, яғни ұл балалардың 40%, ал қыз балалардың 47% өрмелеу кезінде және сатыдан түскен кезде қосымша адымды көбірек жасайтын, аралас адымды көбірек пайдаланады екен. Жаңа біз айтып өттік, секіру ациклді қимыл қозғалыс типіне жатады дедік. Онда циклдердің қайталануы болмайды және секіруді орындаудың барлық процесі бір-ақ рет жасалып аяқталатын қозғалыс болып табылады екен. Секіру 3 фазадан тұрады екен. Дайындалу, ұмтылу және тізе бүгу, жүгіру. Екіншісі негізгі серпілу және көтерілу. Ал соңғысы жерге түсу болып табылады екен. Мінекей мына жерде суретте де көріп тұрғандарыңыздай, бірінші аяқты тізені бүгіп дайындалады және келесі циклда, негізгі циклда серпілу, яғни көтерілу керек жоғарыға, және үшінші циклда фазада төмен түсу керек екен жерге. Ал енді дайындық фазасы бұл жерде бір орында секіру кезінде дененің бар салмағын тұтастай төмен түсіріп отыру керек. Серпілу кезінде неғұрлым күшті екпін алу үшін екі қолды артқа созып, келесі фазада жақсы тартылу үшін аяқтың бұлшықеттерін созу керек екен. Ал негізгі фазада серпілу және көтерілу болады. Біріншісі аяқтың, яғни серпілу аяқтың бұлшықеттерінің тартылуымен байланысты, ал екіншісі денеге биіктеу кезінде жерге түсуге дайындалуға қажетті қалыптылықты туғызатын көтерілу болып саналады екен. Және соңғы фаза көтерілудің күрт сілкінісіз және соққысыз аяқталуы болып табылады екен.
Лақтыруға келетін болсақ, лақтыру ациклды типті қимыл қозғалысқа жатады. Мектепке дейінгі жастағы балаға жоғары, алға, төменге қарай лақтыру қолданылады. Оларға қолайлы осы лақтырудың түрлері. Қолды төменнен алып тік ұстап лақтыру әдісі, аяқ арасы алшақ, оң аяқ артқа салынып, оң қол кеуде тұста шынтақтан жартылай иіледі, және сермеген кезде оң қол төмен түсіріліп, аяқ барынша артқа қарай сілтенеді, сөйтіп лақтыру қолдың алға қарай жоғары қозғалуымен іске асып отырады екен. Қолды жоғарыдан алып тік ұстап лақтыру әдісі және қолды қапталдан алып тік ұстап лақтыру әдісі пайдаланылады екен. Және соңғы тепе-теңдікті сақтау қабілеті. Бұл тепе-теңдікті сақтау қабілетінде тепе-теңдікті сақтау сезімі кез келген қозғалыстың және кез келген дененің қалпын сақтауының қажетті тұрақты компоненті болып табылады екен. Тепе-теңдік сезімі, яғни кішірейтілген тірек алаңындағы жаттығу процесінде, яғни ол мысалға бөрененің үстінде, енсіз тақтайдың үстінде, аяқтың ұшымен жүру, бір аяқта тұру және тағы басқа жағдайда денені құлаудан ұстап қалу болып табылады екен. Бұл жерде енді мына жерде суретте көрсетіліп тұр, тепе-теңдікті сақтап балалар қалай жүретіндігі. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, негізгі қимылдардың дұрыс дағдысын қалыптастыруға бағытталған бұл жаттығулардың барлығы баланы сан салалы өмір жолына дайындайды екен. Балалардың негізгі қимылын дамытуда күтілетін нәтижелерге жетудің басты шарты бұл мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілі оқу жоспарына сәйкес, бағдарламасына сәйкес, талаптарына сәйкес үйрету болып табылады. Негізгі қимылдар бала организмдегі функциялық процестерді күшейтеді және дене күшінің жан-жақты дамуына ықпал жасайды екен. Құрметті білім алушылар, осыменен бүгінгі біздің лекция сабағымыз аяқталды. Мына жерде мен сіздерге үйге тапсырма жазылған, осыған назар аударыңыздар және қолданылған әдебиеттер мен цифрлық білім беру ресурстарын пайдалана отырып, осы берілген тапсырмаларды орындап қайта салып жүрулеріңізді сұраймын. Осымен сабағымыз аяқталды.